бар да, ол мен орта ешқашан іздемегем. Жаттап алыңыздаршы, ең ключевой зат, мен өзімнің араласатын және кәсіпкер мықты ортаны ешқашан іздемегенмін. Өзімнің дамуыма және өзімнің фокусымды қойғам. Яғни мен қаншама жыл болды, яғни кітабымды да оқимын, тренировкаға барам, күнде білім алам бизнес бойынша, әртүрлі бизнесті рисковать етіп, әртүрлі эксперименттер жасап көремін. Яғни мен тек қана менің назарым өзімнің дамуымда. Және тіпті оны менің араласатын адамдар айта алады да. Яғни менде артық тусовка, артық қыдыру, артық демалу деген мүлде жоқ. Менің бүкіл назарым тек қана өзімнің дамуымда. Күніне мен кем дегенде 1 сағат, өзім кайдзен час деп атаймын, Марғұлан Сембаев ағамыздан алған инструмент, яғни ол кайдзен час деген күніне кем дегенде 1 сағат размышлять ету. Яғни мен кіммін, қайда бара жатырмын, қандай нәтижеге қол жетемін, жалпы бұл өмірге мен не үшін келдім деген сияқты сұрақтарды қою арқылы мен өзімнің өмірімнің стратегиясын құра аламын. И мен бір уақытта қараймын, жан-жағымда менде орта қалыптасып бастап жатыр да. Мықты кәсіпкерлер өздері подписаться етеді, өздері жазады. Барлық адамдар өздері менімен кездескісі келеді. Мықты сотрудниктар, мықты адамдар маған өздері жұмысқа кіргісі келеді. Яғни мен түсінбеймін, неге мыналардың барлығы маған ұмтылып жатыр. Мен түсінбеймін. Яғни мен мысалы қазір кез келген сәтте кез келген өз танысыма звондап көмек қолын сұрайтын болсам, оның кез келгені маған көмек қолын бере алады. Неге? Бұның бірақ қана себебі бар. Себебі менің құндылығым жоғарыда. Яғни мысалы мен қазір біреуге звондайтын болсам, алло, менде осында қиындық болып қалды, мынанша ақша керек маған, қарызға бере алшы, бересің ба десем, маған бірден береді. Неге? Себебі олар түсініп тұрады, қазір маған қарыз берсе, ол адамдарға болашақта ол да яғни қиын сәтте түсіп қалуы мүмкін ғой. Яғни ол адамда менен кейін сұрай алады. Яғни мен кейін оған көмектесетінімді ол біледі. Немесе бір ақыл кеңес сұрасам, хабарласып, ол маған еш аямай ақыл кеңесін береді. Себебі ақыл кеңесін берген кезде мен де кейін оның белгілі бір қиындыққа түсіп қалған кезде мен де оның ақыл кеңесімен бөлісе аламын. Түсіндіре алдым ғой? Яғни менің басқа адамға беретін дүнием көп. Тіпті мысалы сторис салып беру болсын, иә? Мысалы танымал адамдарды байқасаңыздар, достары көп болады да. Неге? Себебі барлығы оның сторисінде отметкасын қалап жүреді. Жанында жүгіріп жүреді. Блогер мысалы жігіттерді білемін мен. Қасындағы бүкіл достары, таныстарым барлығы сол блогермен жай ғана сторисіне отметка алу үшін жүреді жанында. Яғни ас үстіне түсіп, оны уважать етіп ше. И бұл нені білдіреді? Жаңағы адамдардың жаман екенін білдіре ма? Жоқ. Просто жаңағы блогердің құндылығы жоғарыда, ол бір адамды отметка жасап жіберсе, оның продажасы өсіп кетеді. Бір адамды отметка жасап жіберсе, подписчик өсіп кетеді. Яғни оның өміріне әсер етеді да, оның бір отметкасы. Сол үшін де ол адамның құны жоғарыда. Құны жоғары болғандықтан оның ортасы мықты болады. Ал енді басқа адамдар тек көп бизнес форумдарға бара береді, кездесулерге бара береді, нетворкер деп өзінен жазып алады. Яғни көп адамдармен араласады. Бірақ та ол адамның басқа адамдарға беретін құндылығы 0 да, прям ол адам ешкімге керек емес. Мысалы сізге сұрақта, сіз қазір бизнес жолында жүрсіз да, сізге бір ешқандай бизнеске қатысы жоқ, миына негатив толғаған, ешқандай құндылығы жоқ адам келіп, брат екеуміз дос болайық десе, дос боласыз ба? Сіз айтасыз, мынау маған неғып керек, мына адам, мен мынамен дос болмаймын. Тура сол мен де сөйтіп айтамын. Зачем мен бұнымен дос боламын? Бұнда маған жаңа дініме де, бизнесіма да, бақытыма да ешқандай келіп кетер зат жоқ бұл адамнан. Мен неге бұнымен дос болуым керек деген сияқты сұрақ келеді. Яғни сізде де сондай сұрақ келеді. Ал енді қараңыз, өзіңізді сол жаңағындай пайдасы жоқ адамның орнына қойып көріңіз да, и мықты адамның орнына өзіңіздің орныңызға мықты адамды қойыңыз. Мысалы, мықты адам сізбен дос болуға, оның несі бола ма ішінде? Қалауы бола ма? Қалауы болмайды, егер де сіздің құндылығыңыз болмаса. Ал егер де құндылығыңыз болса, онда сізбен дос болу оған ешқандай қиындық тудырмайды. Сол үшін де орта бойынша менің ең бірінші айтатын затым, ол өзіңіздің ішкі құндылығыңызды көтеріңіз. Ешқандай бизнес форум, нетворкинг встречаларға бара беріп, мен өзіме мықты дос тауып кетем деп, мықты орта тауып кетем деп ойламаңыз. Бұл бірінші зат. Енді екінші зат. Құндылығыңызбен, өзіңіздің біліміңізбен, өзіңіздің адамдарға беретін пайдаңызды арттырып алғаннан кейін, сізде мысалы жаңағындай адамдармен кездесу ықтималдығын арттыруыңыз керек. Ықтималдылық дегеніміз не? Мысалы сіз таңертең кешке дейін базарда жүрсеңіз, сіз кездестірмейсіз мықты кәсіпкерді. Иә, базарда мүмкін жүру мүмкін кейбір кәсіпкерлер, бірақ мықты кәсіпкерлер базарда жүрмейді. Тура сол сияқты сіз мысалы бір жерде грузчик болып жүрсіз, бірақ та мына жақта мықты кәсіпкермен дос болғыңыз келеді, иә? Сіз онымен құндылығыңыз, иә, мысалы кітап оқып алдыңыз жоғары деп өзіңіз санайсыз да, бірақ сіз мықты кәсіпкермен кездесіп қалу ықтималдығы төмен. Немесе сіз Есентайға барасыз, Есентай Алматыда бар бізде. Сол Есентайда жүрсеңіз, ол жақта кәсіпкерлер көп жүреді да. Ол жерде уже кәсіпкермен кездесу ықтималдығы артады. Яғни сіз кездесіп қалу шансы жоғары.
немесе бизнес форумға барасыз, яғни кәсіпкерді кездестіріп қалу ықтималдығы жоғары. Сол үшін де сіз сол жаққа барып адаммен таныса аласыз. Яғни мен бағана айтып жатқан затым ол екінші кезекте да. Яғни бірінші өзіңіздің құндылықты арттырасыз, екінші осындай кәсіпкерлермен мықты адамдар, яғни даму жолында жүрген адамдармен кездесетін ықтималдықты арттыруыңыз керек. Оны қалай арттырасыз? Сол адамдар жүретін жерлерге ақша төлейсіз, барасыз, сол жерлердің маңайында жүресіз, соның арқасында сізде мықты орта қалыптасып бастайды. Және де үшінші мен орта бойынша айтатын кеңесім, ол ең мықты орта, ол команда деп айтайын. Яғни команда деген ол бизнесіңіздағы ключевой рөлді атқаратын адамдар. Мысалы, мен өз басым күнде кездесетін, күнде әңгімелесетін, күнде бірге ой бөлісетін адамдардың барлығы менің командам. Яғни мендегі мысалы абыройда директор, мысалы менің ағам, мысалы біздегі таргетолог, маркетолог, осындай маңызды адамдармен ғана мен дос болып күнде араласам. Және де бұлармен араласқан маған қызықта, неге десеңіз, сендер барлықтарың бір идеяға жұмыс жасайсыңдар да. Мысалы Еркебұлан Болатов, мысалы личный брендімен жұмыс жасап жатқан қаншама адам бар. Мысалы кадрдың артында ютубты жүргізетін жігіттер бар, инстаграмды жүргізетін жігіттер бар, тикток жүргізетін жігіттер бар, мысалы таргетімді запускать ететін жігіттер бар. Яғни осы жігіттермен мен общение ұстап, осылармен сөйлесу арқылы мен біріншіден жақсы энергия аламын. И барлығымыздың мақсатымыз бір болады да. Ол Еркебұлан Болатов деген мысалы жеке брендті дамыту. И соның аясында әңгіме болады. Ол орта маған пайда береді. Және де мен мықты кәсіпкерлер ортасында да болып көрдім, яғни араласып көрдім көп. Ол жерде мен керісінше минусқа кететін. Қай жағынан? Сен араласасың, және де ол жерде бір-бірін көбісі көре алмайды. Яғни көре алмайды жетістіктерін, бір-бірінен сынмен қарайды, бір-бірінің артынан әңгіме айтады, жаман сөздер айтады. Соның кесірінен сенде андай дұрысын айтқанда жаман сезімдер қалып кетеді ішіңде. Немесе мысалы сен біреумен кездесесің, ол тек қана өзін ғана айтады. Мысалы бір кәсіпкерлер ортасы бар. Мынау тек қана өз выгодасын ойлайды, мынау тек қана өз выгодасы, яғни ортақ бір идея жоқ та. Сол үшін де менің өзім команда бойынша жалпы орта бойынша түсінгенім, ең бірінші сіздің ортаңыз ол әйеліңіз болу керек, отбасыңыз болу керек. Келесі ортаңыз ол сіздің командаңыз болу керек. Ал одан кейін барып қана, яғни бір сферада жүрген кәсіпкер жігіттер болу керек. Яғни осы реттілікті сақтасақ, бізде орта мықты болады. Жалпы бүгінгі видео орта бойынша пайдалы, барлығын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Менің YouTube парақшама тіркеліп кетіңіздер. Осы видеоны достарыңызға жіберіп қойыңыздар, және де колокольчикті басыңыздар, потом не бар лайкты, комментарий жазып, барлық не жасауға болады, соның бәрін жасаңыздар, қолдаңыздар, және де осындай видеолар бізде көп шығады. Келесі видеода кездескенше.